Крик. Достар, бүгін мен өзім ит үйретуді біліп алдым. Міне встат, сидет, отыр, тұр деп жатырмын. Міне әшейін жай ғана үй соғып алдым. Менің 3 итім бар еді. Бір итім соғысқа барып өліп қалды, достар. Жаңа осы видеоны түсірмей жатып бір итім туған еді. Ет беріп өсіріп алдым. Сыртта бір сатушы жүр екен, сол сатушыға барып келіп жүріңдер, кеттік. Оппана. Достар, сіздер бұл ит емес, негізінде қасқыр. Және де оларды үйретіп алуға болады. Қайтып үйретіп алуға болады десеңіздер, мен сіздерге дәл қазір көрсетіп бере аламын. Бұның жаңа түйелерін иттер мүлтіп тастады. Тролая деген бассақ, онымен саудаласамыз. Енді саудаласатын дәл қазір не жоқ. Ақшам жоқ, үйге барам. Үйде менің үйге бармақ соң сіздерге көрсетіп қалай не алатынын. Достар, мен сіздерге жақсы бір жаңалығым бар. Егер де дәл осы видеома, шынымды айтайын, дәл осы видеома менің бір 100 лайк, және де 100 лайк болмаса да бір 20 лайк, 10 подписчик болатын болса, 15-10 подписчик болатын болса, сіздерге мен әдемі өзімнің бір Free Fire сияқты менің өзімнің бір Майнкрафтым бар, сол Майнкрафтты түсіретін боламын. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге волк керек болады. Осы дәл осы жұмыртқаны алыңыздар. Және де бүйтіп жібереміз. Міне оларға сүйек берсеңіз, міне сүйек көрсетсеңіздер, бастары осылай болады. Және де бұлай отырып причит деген басасыз. Ойбай. Достар, және сіздерге бір нәрсені айту есен шығып кетті. Оларға удар тиетін болса, егер де мойнында мынандай қызыл мойынтағы болмаса, оларды менің иттерім талап тастайды, Тағы біреуін сынайық. Жаңа тиіп кетті. Болды, міне сидет, стат. Енді бұл итке біз ет беруіміз керек. Ет алайын. Ет берейін. Егер мойнында мойынтақ болатын болса, ол не алмайды. Болды, мен өзі жақсы көріп қалды, достар. Достар, мен қазір дәл қазір сіздерге қызықты жайт көрсететін боламын. Сондықтан мен осы видеомды соңына дейін көріңіздер. Дәл қазір түнде шайқасқа баратын боламыз. Достар, мен ары қарай видеомды жалғастырамын. Міне өзімнің қасымда қорғаушылар алдым. Ал ондай болса кеттік. Барайық, есікті ашайық. Дәл қазір біз зомбиларға шайқас болады. Бізге големдер шығару керек болады. Големдерді шығарайық. Боз. Болды. Ал кеттік. Қылышты алайық. Ал кет, соқсқа ұр. Давай, кеттік. Өлмешіне өлтірдік. Достар, жаңа мына жерде көптеген зомбилар жүріп еді. Көчі ме. Ал кетті, кеңдер ал.
Давай. Давай. Жи. Молодец, достар, менің иттерім мықты екен. Ал садақпен бір атып көрейік. Пук. Ей, големдер, бияққа келсеңдерші, не бар бияқта? Ой. Не болып кетті? Құдайға шүкір, менің иттерім өліп қалайын деді. Волк был убийца Стив. Жоқ, иттерімді өлтіріп қойдым. Көмектес. Волк был убийца зомби. Молодец, мен екі итім қалды ма не? Ой, көті бол. Галин, не істеп жатсың? Ұрсайшы анау. Волк был убийца железный голем. Волк был убийца железный голем. Жоқ, достар, менің итімді өлтіріп қойды. Ай, жарайды. Итсіз-ақ жүре береміз. Ал, қайда барайық? Осы жақтарды көрейік, жаңа көптеген жүрген сияқты еді. Опана. Үй. Болды. Ал, үйге кеттік. Атым не аптырап қалды? Болды, достар. Достар, осымен зомбилар таусылған сияқты. Амалшы, иттерін өлтіріп тастады. Өзімді ақымақ екенмін ғой. Големдерді бекер ұрдым. Сіздерге айтып қояйын, достар, егер де сіздер кімді ұратын болсаңыздар, иттеріңіз бар, соларды ұрады. Сондықтан да әшейін ұра берсеңіздер, осылай иттеріңізді големде өлтіріп қою мүмкін. Қоршауды алайық. Достар, мен осымен видеомды аяқтаймын. Егер де жаңағы мен айтқан нәрселер, мен айтқан лайкпен подписаться жиналатын болса, мен дәл сол өзім айтқан Free Fire сияқты немді Майнкрафтымды түсіретін боламын. Достар, осымен сау болыңыздар.